Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге осы 2025 жылы P2P арбитражбен айналысуға бола ма, болмай ма, заңды ма, заңды емес пе, көптеген сұрақтар бізде бар, соған жауап беретін боламын. Осыдан мен бір жыл бұрын жалпы P2P туралы түсірген болатынмын, қанша ақша табуға болады, пластика және международка деген видео түсірген болатынмын. Енді 2025 жылы көптеген нәрселер өзгерді. Ол бізде заң жағынан да, жалпы биржалардың лицензиясы жағынан да, сондықтан да осы видеода мен сіздерге қазір толығырақ айтып беретін боламын. Бірінші сұрақтан бастайын. Криптовалюта Қазақстанда заңды ма, немесе заңды емес пе, сол сұраққа жауап берсем, бізде заңды, бізде заң толық бар, яғни криптовалютаға, бірақ кейбір түсінбеушіліктер бар заң жағынан. Бізде майнингпен айналысуға болады заңды түрде, және де криптовалютамен де айналысуға болады, алып және сатып. Тек қана бір носы бар, яғни бізде криптовалютамен айналысу үшін біздің Қазақстандағы биржалармен жұмыс жасау керек. Қазақстандағы лицензия алынған, яғни бізде МФЦА дейтін Астанада лицензия беретін жер бар. Сол жақтан лицензия алған биржалар ғана жұмыс жасай алады. Бізде ондай алған биржаларды айтып өтетін болсам, бізде ATX дейтін биржа, қазақстандық алғашқы биржалардың бірі, және де Binance. Бірақ Binance дегенде бұл binance.com емес, binance.kz дейтін бөлек сайт бар, биржа, Қазақстанға арналып жасалған. Сол жақта тек қана жұмыс жасауға болады. Және де Bybit KZ, осы NTBX дейтін биржалар бар. Bybit'та да дәл сондай, bybit.com дейтін ол неофициальный, а bybit.kz дейтін биржа официальный. Сол жақта жасауға болады. Мысалы, мен қазір binance.com-да жасап отырмын, менің отқан биржам неофициальный. Бұл жақта мен негізі жұмыс жасай алмаймын. Мысалы, заң бойынша мен бұл жақта жұмыс жасамауым керекпін. Бұл МФЦАға 2022 жылдан бастап лицензия беріп бастады, яғни биржаларға. Соның алғашқылардың бірі осы ATX және binance.kz биржалары алып бастады. Сол биржаларда жұмыс жасансаңыздар, сіздерде бәрі заңды түрде налогын төлейсіздер. Налог бізде 10%, яғни мысалы криптовалюта алдыңыздар, өсті, таза доходтан 10% төлейсіз. Мысалға 2 миллионға криптовалюта алдыңыз, ол өсті, 2 миллион 500 мың таптыңыз дейді. Мысалға сізде 500 мың таза пайда, және сол 500 мыңның 10%-ын төлейсіздер. Болды. Бізде ол үшін 240-шы формула соны тапсырамыз жылдың соңында. Сол приростан сол жақта төлейміз. Болды. Бізде жалпы налог төлеу бойынша заң 2023 жыл шықты. 2023, енді осы жылдан бастап бүкіл қазақстандықтарға кімде криптовалютасы бар, немесе алды, сол туралы жалпы декларацияда жазып төлеу керек болады. Ал енді P2P-ға келетін болсақ, P2P бізде заңды ма, заңды емес пе, сол туралы айтайын. Бізде P2P заңды емес, сіздерге сразу айтам. Неге заңды емес, қазір барлығын түсіндіретін болам. Бізде заңды қылдырып жасауға болады, егер де P2P бізде лицензиясы бар биржада болса, яғни ол бізде Binance KZ, ATX биржаларында болса, сол жерде жасауға болады. Мысалға бізде ATX-та P2P Wallet дейтін бар. Бұл примерно P2P сияқты, бірақ басқаша ұқсайды. Бұл жақта сіздер айналыссаңыздар болады, лицензиясы бар, дым проблем болмайды, сіздерге дым жасамайды. Бұл жақта P2P Wallet-ның өзгешелігі, сіз бірінші ATX-қа ақша салуларыңыз керек, банк арқылы перевод на счет осы ATX-ға, содан кейін осы жерден сатып аласыздар. Ал мына жерде уақыты тұр, шығарып қойған. Бұны мен түсінгенімше биржаның өзі шығарып қояды осындай ордерларды, сіз тупо кіресіздер, сатып аласыздар. Мына жаққа өздеріңіз тұра алмайсыздар, объявление ештеңе шығара алмайсыздар. Кішкене өзгеше сондай қылдырып қойған. Осы жақта алсаңыздар заңды. Ал binance.com-ға кіріп алсаңыздар, ол не закон, заңды емес. Негізі осы жақтан P2P-ден кіріп сіздер юзет алсаңыздар, немесе сатсаңыздар, заңсыз. Ал енді мысалға кейбір адамдар баяғыдан жұмыс жасап келе жатыр, мысалы 2020, 21, 22, ол адамдарға не болады деген сияқты сұрақтар бар. Сіздерді заң бойынша бірдеңе айта алады, негізінде құқықтар бар, бірақ та енді сіздер обычный пользователь болғандықтан, сіздер мысалы білмедіңіздер, жай ғана криптовалюта алдыңыздар, саттыңыздар, енді арбитражбен айналыспадыңыздар, сіздерге дым демейді. Қазіргі уақытта ешкімге ондай дым айтқан жоқ. Мысалға бұрын 2021-де, 22-де P2P арқылы криптовалюта алған адамдарға ондай ештеңе болып жатқан жоқ, дым деп жатқан жоқ. Тек қазір айтып отыр, осы ATX биржасына өтіңіздер, яғни заңды түрде жасаңыздар, налог төлеп, как положено жұмыс істеңіздер деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Ал енді P2P-мен айналысқан немесе айналысып жүрген адамдар болса, сіздерге жаман жаңалығым бар, себебі қазір өте қатты қарап жатыр бұл сфераны. Мына жақта көптеген адамдар тұр. Мысалы, бірақ қарайтын болсақ, бұл жақта мерчанттар аз, көбі мерчант емес адамдар, мысалы
бұрын дейтін бізде мерчанттар өте көп болатын осы P2P биржада. Мен 1 жыл бұрын түсірген видеоны қарасаңыздар көресіздер. Мына жақта көбінде мысалы мерчант барлар да бар, иә, көбі жасап жатыр. Енді өздерінің страх и риск дейді ғой, кішкене жалғастырамыз. Бізде P2P заңсыз, binance.com, bybit.com платформаларында P2P заңсыз. Мен сіздерге қазіргі кезде P2P мен айналысуға кеңес бермеймін. Риск бар, опасность бар. Бізде тек қана лицензия бар биржаларда бар, яғни ол бізде Binance KZ, бірақ та бізде ол биржаларда P2P жоқ. Бізде P2P тек қана осы глобальный версияларында бар, яғни binance.com дейтін глобальный сайттарында бар. Бізде осы 2024 жылы неше түрлі соттар болды осы P2P арбитраждықтарға байланысты. Солардың ең бір алғашқылардың бірі Астанада болды. Бір 2 жас жігітті осы P2P үшін соттап жіберді. Олар кәдімгі реальный срок алды. Вроде 1 жыл ма 2 жыл ма сондай алды. Міне тағы да жалпы осы P2P-ға туралы статьялар көп, неше түрлі оқиғалар бар. 3-4 адам точно осы P2P үшін отырып жатыр. Кейбіреулер уголовный, кейбіреулер административный, біреулер штраф алып жатыр, біреулер үйлерінде отыр деген сияқты бар. Жалпы осы P2P үшін алған сроктар көп. Жалпы бар, біразы бар. Мен жалпы беседада да бармын осы P2P-лардың ішінде кім отырды, не үшін, не істеді деген сияқты. Міне даже осындай бізде статьялар бар, оқып қарасаңдар болады. Әр статьяның кім не үшін сотталды, не болды деген сияқты. Көбі осы P2P-да жай ғана арбитражбен айналысқан кезде оларға ақша жібереді ғой, сатқан кезде ақша жіберген кезде олар бізде ұрланған ақша болған, және де кейбір ақшалар AFM-дан түскен. AFM дегенде ол бізде финансовый мониторинг сайты. Осы бізде Қазақстанда коррупция, әртүрлі ақшаларды зерттейді, кімге қайдан ақша түсті, не үшін, соның бәрін зерттейтін бізде сондай AFM дейтін Қазақстанда бар. Сол жақтың ақшалары сол адамдардың счеттарына түскен, және де олардың счеттарын тексеріп бастағанда үлкен оборотта көрген, сондықтан шақырған, не үшін, не олар айтқан осылай P2P-мен айналыстым, криптовалюта алдым, саттым деген сияқты. Сол үшін олар срок алды, яғни сол үшін оларда уголовный дело басталды, яғни 214 статья незаконное предпринимательство деген бар. Сол статья бойынша көбі сотталып жатыр. Сондықтан да сіздерге кеңес бермеймін. Мен уже көп болды айналыспаймын. Сол соттардан кейін уже мен полностью қойып кеттім P2P-ді. Біраз адамдар қойып кетті полностью. Қазір былай айтсам, мына адамдар енді қорықпайтын адамдар екен деп айта аламын. Солай, короче, сіздерге айтарым, бізде P2P қазір не законно, заңсыз, сондықтан да айналысуға кеңес бермеймін. Және де кейбір адамдар айтуы мүмкін, яғни мен ешқандай үшінші тұлғадан ақша алмаймын, бірінші тұлғадан ақша аламын. Олар мені қалай білу мүмкін деген сияқты, счеттарымда ақшаны қалай білу мүмкін, яғни маған ешқандай ұрланған ақша түспейді, барлығын по правилам дейді, Binance-тың правиласы бойынша жұмыс жасаймын дейді. Ондай адамдарға айтарым, бізде осы 2025 жылдан бастап, жалпы 25 емес, ол бізде 2023-тен бе 22-ден бе басталып бар, яғни 100 период деген. Бізде мысалы Каспияға 3 ай қатарынан 100 периодтан артық түссе, әр адамдардан және де суммасы 255 мыңнан жоғары болса, сіздер налоговыйдың проверкасына түсетін боласыздар, және де сіздерді полностью тексеретін болады. Сол тексерісте сіздердің обороттарыңды көріп, сіздерге сіздер 36, осы жылы 2025 жылы 39 миллион обороттан асып кететін болса, сіздерге 214 статья незаконное предпринимательство деген статьяны сіздерге қолдану мүмкін. Сондықтан да 2025 жылдан бастап осы полностью тексеретін болады. Негізі 2024-те де айтылып, бірақ 2024-те біреудің Каспийін тексерді дегенді естімедім. Шу болды үлкен. Осы жылдарда да шу болып жатыр, көбі Каспийді қолданбай жатыр да, жалпы әртүрлі TikTok-та шығып жатыр. Бірақ осындай бұл тек қана Каспий банк емес, әртүрлі банктарда да қарайды. Бүкіл банкта қарайды, сіздің банкыңыз қаншалықты банк бар, бүкіл банк туралы қарайтын болады. Мобильный переводтарды яғни 100 әртүрлі адамнан түсетін болса, сізді тексеретін болады. Мысалы, енді Binance-та біздер картамен жұмыс жасайды, барлығы Каспий, халық, сіздерге ақша түсті ме 100 әртүрлі адамнан, ол сіз проверкаға түсіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да осылайша сіздер тексеріп қалу мүмкін. Жалпы достар, сіздерге заң бойынша барлығын түсіндірген шығарым. Қалай заңды алуға болады, қалай заңды сатуға болады деген сияқты, P2P заңды ма, заңсыз емес пе, барлығын түсіндірдім. Бірақ та әлі күнге дейін P2P туралы бізде әлі толық шешім шыққан жоқ. Негізінде бұл жерде біздің мемлекеттен де қателер бар, себебі егер заңсыз болса бұл биржаларды бізде толықтай жауып тастау керек, бірақ бізде мемлекет оны жаппаған.
негізі жауып тастаса ешкім ешқандай срок та ешқандай уголовный дело дым қозғалмас еді. Бұл жақта кішкене түсінбеушілік бар. Ал енді мен сіздерге қалай Қазақстанда заңды түрде криптовалюта алып сатуға болады, сол туралы айтатын боламын. Егер де сіздер заңды түрде жұмыс жасағыңыз келсе, binance.com, bybit.com дейтін сайттарға мүлдем кірмейсіздер. Сіз осындай ATX немесе binance.kz сайтына кіріп тіркелесіздер және осы жаққа ақша саласыздар. Бұл жаққа ақша салу тек қана банковский счетқа ақша саласыздар, яғни осы ATX-қа тіркелген кезде сіздерге счет шығады. Сол счетқа комментарийға өздеріңіз кодтарыңыз болады, сол код арқылы жібересіздер. Ол тез түспейді, примерно жұмыс күндері 9-дан 5-ке дейін кешкі сол уақыттардың арасына түседі. Иногда 1-3 күнге дейін ба созылып қалуы мүмкін, әртүрлі енді. Осы жаққа ақша түседі, осы жақтан сіз криптовалюта аласыз және сол криптовалютаны осы жақта сақтайсыз. Немесе басқа кошелектерге шығарып алуға болады, бірақ сатқан кезде осы ATX биржасына қайтып кіргізіп, осы жақтан сатып, сосын банк карточкасына шығарасыздар. Сол кезде сіздерге ешқандай сұрақ болмайды. Сосын міне бізде лицензиясы бар ATX-тің, МФЦ-дан алынған. Солайша заңды түрде жұмыс жасайсыздар. Налог бойынша айтатын болсам, налог сол баяғы сол 10% таза доходтан төлейсіздер. Және де тағы бір айтып өтерім, сіздер енді криптовалюта алып сатып жатсыз, олар мені көрмейді ғой, анау мынау деп ойласаңыздар, жалпы олар сіздерді білмейді ғой, криптовалюта бар ма жоқ па. Бірақ сіздер Қазақстандағы лицензиясы бар биржаға тіркелсеңіздер, олар сіздерді көре алады. Налоговый органдар, жалпы налоговый көрмесе де ATX әр 3 ай сайын, 6 ай сайын отчет беріп тұрады налоговыйға, қандай өздерінің базасындағы адамдар бойынша қаншама адам бар, олар налог төлеп жатыр ма, төлеп жатқан жоқ па, сол туралы олар ATX болсын, Binance.kz болсын, бүкіл Қазақстандағы бар лицензиясы бар биржалар сондай мемлекеттік органдарға, налоговыйға отчеттарын беріп тұрады. Сондықтан сіздерге в любом случае налог төлеулеріңіз керек болады. Басында білмеймін, мүмкін штраф салатын шығар. Жалпы әлі төлемеген адамдар туралы ешқандай ештеңе болған жоқ, бірақ болашақта осы енді бізде 23-тің соңында ғана шықты ғой заң полностью. 24 жылға төлеп бастау керек. Енді ертең біреулер төлемейді, біреулер төлейді, біреу дұрыс төлемеуі мүмкін. Оларға штраф или тағы бірдеңелер келетін шығар, білмеймін, көреміз. Ал енді манағы P2P-ға налог төлеп істесек қалай деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Жалпы ол туралы мен де ойлағам, налог төлеп істесек қалай болады деген сияқты, заңды бола ма. Налог төлеп істесеңіздер заңды түрде бола ма деген. Мысалға, егер де сіздер Binance-ның ішінде жұмыс жасап жатсаңыздар, сосын налог төлесеңіздер, олар сіздерді тексереді, полностью тексеретін болады. Және де Binance ол лицензиясы жоқ. Сіздер тағы да манағыдай налоговыйдың көзіне түсіп қалуыңыз мүмкін. Сосын олар сіздер туралы тексеріп бастап, және де манағы 214 статьяны іліп жіберуі мүмкін, яғни незаконный предпринимательство. Бірақ қазіргі таңда көбі қалай істеп жатыр? Мысалы, мына адамдардың көбі мүмкін солай істеп жатқан шығар, білмеймін. Қазіргі таңда көп арбитражбен айналысатын адамдар ATX биржасына кіріп, осы жақтан криптовалюта алады. Бұл жақта USDT арзан тұрады. Мысалы, Binance-ға қарағанда бұл жақта кішкене арзан тұрады. Көбі осы жақтан алады, содан кейін осы Binance-ға сатады, содан кейін 10% налогын төлеп істеп жатыр. Көп адамдар солай арбитражбен бұрын айналысып кеткен адамдардың бәрі солай істеп жатыр. Тек осы ATX-қа ақша салған кезде бір минусы бар, ол басында сіздерден ақша жіберген кезде сұрамауы мүмкін. Содан кейін сіздерден ақша происхождение средств сұрайды, яғни ақшаны қайдан алдыңыздар, қайдағы деген сияқты. Сіздерге сол кезде документ дайындап қоюларыңыз керек болады, яғни жұмыс орнынан немесе кредит алдым, долг алдым деген сияқты, үй саттым, сондай документтерді дайындап көрсету керек болады. Осы ATX биржасында, сосын банкке жіберген кезде. Көбі осылай жасап жатыр Қазақстанда, білмеймін ол қаншалықты заңды. Бір жағынан заңды, сіздер ATX-тен аласыздар, сосын бірақ сатқан кезде сіздер уже заңсыз биржада сатасыздар. Тоже кішкене түсінікпеушіліктер бар, бірақ көбі солай жасап жатыр. Әзірге дым болып жатқан жоқ. Жалпы бүгінгі видеода сіздерге айтайын дегенім осы, 2025 жылы заңды ма, заңсыз емес пе деген сияқты сұрақтарға. Жалпы криптовалюта заңды, бірақ P2P binance.com-да заңсыз, соны есте сақтаңыздар. Енді алдағы уақытта көреміз, қазір көп адамдар осы криптовалюта P2P жағын точнысын шығарсын деп сұрақтар, әртүрлі сұрақтар жіберіп жатыр мемлекетке. Енді осы 2025 жылы үміттеніп қарастыратын шығар, сол кезде заң толық шыққан кезде уже бүкіл адамдарда қорықпай криптовалюта алып сатып жұмыс жасай алатын болады. Жалпы қазір курс қандай болып жатыр? Мысалға, қазір курс
кішкене бұрынғыдан қарағанда жақсырақ. Мысалға қазір Каспийді алатын болсам 530-дан алып жатыр, 529, 528, және де бізде 533, 33, 34, 35-тен сатып отыр. Яғни разница 3 теңге мен 5 теңгенің арасы. Ол дегеніміз жақсы, яғни 4-5 теңге ұстасаңыздар, почти 1% 5 теңге. 5 теңге, яғни миллионнан 10 мың теңге табады деген сөз. Иә, себебі қазір адамдар аз, бұрын дейтін конкуренция өте көп болатын, қазір конкуренция, сондықтан да курс кішкене осындай болып жатыр. Достар, осымен видеоны аяқтайын. Сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып каналға тіркеліңіз, және де менің төмендегі телеграм группама тіркеліп қойыңыздар. Бұйырса видеоларды түсіріп, жақсы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол тобымда қайтып қолға алып дамытатын боламын. Сіздермен бірге болған мен Әділ. Сау болыңыздар.